Қайырлы күн. Көрермендер дайын ба? Сағат 10-да олар көріп отыр ғой? Иә, 10-да кіреді. Ақырын бастай берейік. Қайырлы күн, қазақ елі, қайырлы күн, қымбатты оқырмандар, әріптестер. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты Пенжім ауылдық кітапханасы өз жұмысын қашықтықтан онлайн жүйесі арқылы жүргізіп отыр. Мен Панфилов ауданы Пенжім ауылының кітапханашысы Мұқан Динара Дәулеткелді қызы. Алтын Орданың 750 жылдығына орай Алтын Орда киелі орда тақырыбында онлайн кездесуімізді бастаймыз. Бүгін бізде қонақта тарихшы, өнегелі ұстаз Өмірбаев Тұрдалы Қайназарұлы. Аға, қош келдіңіз эфирімізға. Рахмет. Қалыңыз қалай? Жақсы, өте жақсы. Қуаныштымыз. Ал енді жақсы. Алтын Орданың 750 жылдығы тойланып отыр. Енді сол туралы айта кетсек. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы 2020 жылы ерекше жыл екенін атап өтті. Бұл жыл әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдығы, Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдығы, қазақтың ұлы ғұламасы Абайдың 175 жылдығы екендігі мемлекеттік деңгейде өткізуді тапсырды. Бұл тарихты мерекелердің маңызы неде деп ойлайсыз? Және қарапайым халыққа қаншалықты қатысты? Алдыңғы мерекелер секілді қалаларда ғалымдар мен жазушылар, журналистер арасында ғана аталып өте ме? Өте дұрыс сұрағыңа рахмет, Динара. Құрметті киелі ғимараттың қасиетті қызметкерлері, кітапханашылар. Сіздерді мынау мамыр айындағы болып жатқан мерекелермен шын жүректен құттықтаймын. Алдымызда 15 мамыр отбасы күні біздің ең басты құндылығымыз. Мынау биылғы жылы мамыр айы Рамазан, қасиетті Рамазан айымен қатар келіп отыр. Сондықтан Рамазан айларыңыз құтты болсын, оразаларыңыз қабыл болсын демекшімін. Мерекелер көп. Міне биылғы мерекеміз керемет жаңағы мереке. Ұлы бабамыз Әл-Фарабидің 1100 жылдығы, ұлы ұстаз, ұлт ұстазы Абайдың 175 жылдығы және мынау Алтын Орда мемлекетінің, қазақ хандарының негізі болған, қазақ хандарының бастау алған Алтын Орда мемлекетіне 750 жыл болады. Мерекені тойлау, тойды тойлау, той тойлау үшін емес, жақсы ой ойлау үшін мерекелер өткізіледі екен. Сондықтан біз осы мерекелерді, осы тойларды жақсылап өткізіп, жақсылап ой қозғау үшін, ой толғау үшін бүгін жиналып отырмыз. Мынау біздің Қазақстандағы 2030 және 2050 деген бағдарлама бар. Осы бағдарламада жазылған Қазақстан дамыған 30 елдің қатарына кіру керек. Әрбір қазақстандық бақуатты, бай, барлығы жұмыспен қамтылған және тұрғын үймен қамтылған азаматтар болу керек. Міне осыған жету үшін әрбір адам жаңа жұмыс жасау керек. Міне осы жерде бізге мынау қандай адам бай бақуатты болады? Бұл рухани жағынан кемеліне келген рухани бай адам бақуатты болады екен. Рухани байлық үшін ақшаның керегі жоқ. Ол үшін біздің жаңа балаларымыз, жастарымыз мынау кітапханаларда, мұражайларда, мектепте білім мен ғылымды игеретін болса, рухани байлыққа сол арқылы жетеді екен. Қазір мынау рухани бай адамдарды біз жаңағы жұтаңдап жатқан кезде өмір сүріп жатырмыз. Қазақ айтады, ебін тапқан жігітке мынау ердің құны түк емес дейді. Яғни біздің жігіттеріміз, балаларымыз мынау кәсіпке сай азаматтар болып өсу керек екен. Сондықтан материалдық байлықта жету бұл рухани байлықта тұр. Сондықтан біздің осы мерекелерді, осы жаңағы тойларды өткізу арқылы біз жаңа белеске көтеріліп, жаңа рухани жаңғыруды
қолда жолдайтын шығармыз. Жаңа рухани деңгейге көтерілетін шығармыз. Президентіміздің жаңағы биылғы осы тойларды өткізудегі негізгі мақсаты халқымыздың рухын көтеру болатын шығар деп ойлаймын. Өте жақсы. Рахмет. Келесі сұрағымызға келсек, тақырыбымызға келсек, Алтын Орда мемлекеттің 750 жылдығы не үшін атап өтеміз? Біздің мемлекетімізге қандай қатысы бар? Алтын Орда десе Шыңғыс ханның құрған ұлы империясы көз алдымызға келеді. Ал Шыңғыс ханды біз мектепте зұлым, қаншер, жаулап алушы, моңғол деп оқыдық. Бүгінде осы ұғымдар өзгеріп жатыр. Осы туралы сіздің қандай пікіріңіз бар? Пікіріңізді білсек. Өте дұрыс айтасыз. Біз әсілі қазақ халқы 260 жыл бойы мына отар болған елміз. Мына отарлықты басымыздан өткізген елміз. Сондықтан біз Ресейдің отары болғандығымызды жаңа мойындауымыз керек. 2,5 ғасыр уақыт бойы біз Ресей мемлекетінің отары болдық. Ал енді осы отаршылы, жалпы отар елдің тарихын отаршылдар жазады екен. Бұл әлемдегі заң солай. Себебі мынау жаулап алған елін материалдық жағынан ғана емес, рухани жағынан құлдықта ұстау үшін ең алдымен жаулап алушы мемлекет олардың тарихын бұрмалап, жаңағы асыл азаматтарын жоққа шығарып, құрметті адамдарын күлге лақтырып, жаңағы өздерінің кім екендігін білмейтін мәңгүрт етуге дайындайды екен. Тарих осы мақсатта жазылады екен. Және сол тарихты оқытатын олар сол ұлттың өкілдерінен арнайы мамандар дайындайды екен. Бізде ондай мамандар кезінде Мәскеуде, Ленинградта оқып, мынау Алматыда оқығандардан, ұлт мектептерінде оқымаған тарихшылардың көбісі орысша сөйлейді. Мынау кейінгі кезде ғана біздің тарихшыларымыз қазақ тіліне қарай бет бұрды, болмаса отаршылдардың дайындаған тарихшылар бұл орыс тілінде сөйлейтін азаматтар болды. Оларға жаңағы сүйек тастап қойды, майлы сүйек. Олар біздің тарихымызды бұрмалап, бүгінгі күнге дейін жаңағы Шыңғыс ханды, Бату ханды, Абылайды, Кенесарыны жаңағы халыққа алыстатып, оларды жақындатпай тұрған осындай тарихшылар. Сондықтан Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев былай дейді, біз өзіміздің ұлы ғұламаларымызға арқа сүйеуіміз керек. Солар не айтты? Солардың пікірі қалай? Және ол ғұламалар кім деген кезде ең алдымен Әл-Фараби дейді, ұлы Абай дейді, Мағжан Жұмабаев дейді, Қаныш Сәтбаев дейді, Әлкей Марғұлан дейді, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсыновтар дейді. Міне біз осы ғұламаларымызға арқа сүйеуіміз керек екен. Олардың айтқан пікірін, солардың пікірін тыңдауымыз керек екен. Ал енді олар не дейді? Олар былай дейді. Алаша хан деп жүргеніміз, ол Шыңғыс хан дейді. Бұны айтқан мынау тұңғыш президентіміз, ғылым академиясының тұңғыш президенті Қаныш Сәтбаев. Қаныш Сәтбаев жаңағы Алаша хан, ол Шыңғыс хан дейді. Ал енді Жошы хан да, Шыңғыс хан да қазақтың Ұлытауында жатыр. Жошы ханның мынау несі, мавзолейі мынау Ұлытауда. Сол жердің қасында Шыңғыс ханның кесенесі бар. Шыңғыс ханның Алаша хан кесенесі деп аталынады. Ал енді мынау тумайды адамзатта Шыңғыстай ер, данышпан тұңғиығы ғой болат жігер, Шыңғыстай адамзаттың құраты да адамның жүрегіне жігері берер дейді. Бұны айтқан Мағжан Жұмабаев. Ал енді тұңғыш президентіміз елбасы Назарбаев не дейді? Назарбаев айтады, қазақтың түрі деген жаңағы руы бар дейді, түрі жаңағы 300-ге жетпайтын. Олар қазақтың хандары дейді, олардың қазақ хандарының атасы Шыңғыс хан дейді. Мынау төрелер қазақтың ішінде ең беделді, бүкіл қазақтың хандары осы төрелерден шыққан. Яғни біздің мемлекетімізді құрушы, мемлекетіміздің басқарған хандар ол Шыңғыс ханның, Жошы ханның ұрпақтары дейді. Міне осыдан кейін біз жаңағы өзіміздің ұлыларымызды
кім екендігін танығандай боламыз. Әрине тарихшылар бұл жөнінде түрлі талас тартыс тудырып, Шыңғысханды моңғол деп, әлі де біз өзіміздің асыл адамдарымызбен, асыл жаңағы мақтан тұтатын асыл азаматтарымыздан іргемізді аулақ салып жатырмыз. Сондықтан президентіміздің бұл мынау биылғы жылда осы мерекелерді атап өту, бұл ерекше мәнге ие деп ойлаймын. Өте керемет, жақсы, рахмет. Енді нақтырақ Алтын Ордаға тоқталсаңыз, ол қандай мемлекет, кім құрды, қай тілде сөйледі, қай дінді ұстады, әдет ғұрпы, салт дәстүрі, ұлттық тағамы туралы айтып өтсеңіз аға? Жақсы, өте жақсы. Мынау Алтын Орда мемлекеті дегенде, біз Алтын Орда мемлекетін Қазақстан тарихынан да, дүниежүзі тарихынан да, Кеңес одағы кезінде, Кеңес заманында біз осы Алтын Орда мемлекет туралы тарихта өттік. Бұны жақсы білеміз. Бұл жаңа кинолар, ондаған кинолар түсірілген бұл тақырып бойынша. Алтын Орда деген кинофильм, мысалы осы интернетте бірінші орында тұр. Ал енді осы Алтын Орда қандай мемлекет болған? Бұл жаңағы Шыңғысханның немересі, Бату хан Жошының баласы құрған мемлекет бұл. Бұның аумағы, алып жатқан аумағы Ертістен Дунайға дейінгі аралықта алып жатты. Қазіргі Ресей, жөнген Шығыс Еуропа елдері. Бұл елдерді жаулап алу үшін Бату хан 1236-1242 жылдардың аралығында осы жорыққа шығып, осы елдерді бағындырды. Сөйтіп, жаңағы Алтын Орда мемлекетін құрды. Алғашқы астанасы Сарай Бату болды, кейін жаңағы Береке хан тұсында Береке болды, кейін Жәнібек хан билік етті, Бердібек хан билік етті. Яғни бұл тарихта 260 жыл өмір сүрген үлкен мемлекет. Ал енді осы үлкен мемлекет, мынау ең соңғы хан Ахметтің кезіне дейін жаңағы 260 жыл өмір сүріпті. Кейін 15 ғасырда Алтын Орда өзі 6 дербес мемлекетке бөлініп кетеді. Олар Ақ Орда, Ноғай Ордасы, Сібір хандығы, Қазан хандығы, Астрахан хандығы және Қырым хандығы деген. Соның ішінде Ақ Орда Қазақ хандығының шыққан тегі Ақ Ордадан шықты. Яғни Ақ Орда Қазақ жерінде құрылған мемлекет. Яғни Алтын Ордадан Ақ Орда шықты, Ақ Ордадан Әбілхайыр хандығы құрылды. Әбілхайыр хандығынан бәріміз жақсы білеміз, Керей мен Жәнібек тұсында Қазақ хандығы 1465-66 жылдары қазіргі Жамбыл облысы, мынау Талас Шу өзендерінің жағасында Қозыбасы деген жерде алғаш рет Қазақ хандығының жаңағы туы көтерілді. Бұны біз Қазақ хандығы деген 10 сериялы кинофильм түсірілді. Сол жерде өте жақсы айтылған, сол жерде жақсы көрсетілген. Сондықтан ол мемлекеттің, Алтын Орда мемлекетінің тілі қыпшақ тілі болған. Қыпшақ тілі деген қазақ тілі деген сөз. Діні ислам діні болған. Мынау Алтын Орда Өзбек ханның тұсында мемлекеттік дін ретінде ислам дінін қабылдаған. Яғни Алтын Орданың тілі, қазақ тілі, қыпшақ тілі, яғни діні ислам діні, тағамы жаңағы осы қазіргі қазақтардың сүйіп жейтін жылқының еті мен қымызы болған. Яғни біз осы Алтын Орданың мұрагеріміз Қазақ хандығы. Қазақ хандығы Ақ Ордадан келіп шығатын болса, біздің бүкіл қазақ хандары орыс ханнан тарайды, Орда еженнен. Біздің жаңа билік еткен 40-қа жуық ханымыз бар, солардың бәрі Жошыдан, Жошының жаңа ұрпағы болып есептелінеді. Жақсы. Алтын Орда жаулап алушы мемлекет болғаны ғой. Өзге елдерден құрылған екені айқын. Өзіміз айтқандай 260 жыл өмір сүріпті. Бүгінгі Ресей мен Шығыс Еуропа елдерін құлдыққа салып, қырып жойып билік етті ме Алтын Орда хандығы? Өте дұрыс. Бұл осы жаулап алу деген кезде біз мынау құлдыққа салушы, қырып жоюшы деген түсінікте тұрамыз. Яғни Алтын Орда
жаулап алған мынау жаулап алушы мемлекет, құлдыққа салушы мемлекет ретінде бағалаймыз. Жалпы біз білуіміз керек. Мынау тарихшылар айтады, жаулап алудың екі түрі бар екен. Бірінші түрі бұл жаңағы ғұндардың жаулап алуы. Ғұндардың, Атила бастаған ғұн жауынгерлерінің бүкіл Европаны толығымен жаулап алды. Ғұндарды Европада оларды жаңағы зор қуанышпен қарсы алып қақпасын ашып берді. Мынау құл иеленушілік құрылысты ғұндар жоқ қылды, құлдықты жойды. Мына европалықтар Атиланы айтады, Құдайдың қамшысы, яғни бізді құтқарушы, Құдайдың жіберген құтқарушысы деп түсінді. Көрдіңдер ме мына Атиланы? Сондықтан Атила бүгінгі Европада опера сахнасында Атила операсын жаңағы ең қызығып тамашалайды. Ол жерде Атила ең басты кейіпкер, герой. Ал Атиланы бүкіл Европа жұрты көкке көтеріп отыр, өздерінің жаңағы құлдықтан құтқарушы адам ретінде. Ал дәл солай мынау Бату да, жаңағы Жошы да артта қалған, жауласып жатқан ұсақ мемлекеттер, жаңағы бірін-бірі үздіксіз қырып жойып жатқан мемлекеттердің басын қосып, олардағы соғыс тоқтатып, қазіргі Евроодақ сияқты, мынау Евразияның аймағында Евроодақ сияқты мемлекет құрды. Сол мемлекеттердің арасында Бату хан құрған мемлекет Ресейдің, орыс мемлекетінің негізін қалады. Европадағы мемлекеттердің негізін қалады. Яғни сауда өркендеді, ғылым өркендеді. Мына Европадағы Ресей мемлекеті осы Алтын Орданың нәтижесінде бір орталыққа бағынған күшті мемлекет болды. Дәл сондай мысалы арабтардың мынау Испанияны жаулап алып, Кордова халифатын құруы. Бұл жерде де мысалы арабтар Европаға мынау мәдениетті, ғылымды, білімді апарды. Ал енді біз осы жерден Алтын Орда жаңа құлдық, Ресейге құлдықты орнатты, болмаса қырып жойды, Ресейде жаңағы құлдыққа салды деген бір ауыз сөз жоқ. Мынау Қытайлар Шыңғыс хан туралы, Құбылай хан туралы мысалы 30 сериялық кинофильм түсірді. Олар жаңағы Шыңғыс ханға үлкен мынау құрмет көрсетеді. Оның ұрпақтарына үлкен құрмет көрсетеді. Құбылай хан Юань империясы деген империя құрды Қытайда. Яғни бұл Шыңғыс ханды да, Батуды, Құбылайды жаңа құтқарушы ретінде, мынау артта қалған соғысып жатқан мемлекеттерді біріктіруші мемлекет ретінде жаңа қабылдаған. Ал енді отарлаудың екінші түрі бар. Бұл мынау Европаның дамыған елдері 15 ғасырда Африканы, Азияны, Американы жаулап алды, құлдыққа салды. Мысалы үндістерді, Америкадағы үндістерді 100 миллион үндісті, жаңағы 50 миллионнан артық үндісті қырып тастады европалықтар. Ал енді дәл сондай Ресей отаршылдары қазақтың 70%-ын 31, 32, 33 жылдардағы ашаршылық кезінде қырып тастады. Бүкіл малын тартып алды, өздерін жаңағы аштыққа ұшыратты. Екеуі де бір-біріне ұқсас. Мынау европалықтар, испандықтар Америкада қандай отаршылдықты қатыгездікпен жүргізген болса, Ресей отаршылдары Қазақстанда да сондай қатыгездікпен жүргізілді. Сол жерде сұрақ туындайды екен, неге жаңағы сол жердің халқын құлдыққа салып істетпеді? Неге жаңағы Африкадан құлдарды Америкаға тасыды? Болмаса Қазақстандағы мынау Ресейден, Украинадан, Белоруссиядан жаңағы славян ұлтының өкілдерін көшіріп әкеліп Қазақстанға қоныстандырды жұмыс ету үшін. Неге сол халықты қырмай-ақ соны жұмыс етуге болмас па деген сұрақ туындайды. Сонда отаршылдардың мақсаты мынау екен. Сол жердің байырғы халқын қырып жіберіп, сол жерге басқа жақтан адамдарды алып келіп орналастыру олардың негізгі мақсаты болады екен. Неге? Себебі ұрпақ өседі, болашақ көбейеді, жастар өседі. Сол кезде
байырғы тұрғындар көп болатын болса, байырғы тұрғын мықты болатын болса, олар өзінің ата бабамның жерінде мен өзім қожа болуым керек деп, мынау жаулап алушыларға жаңа қарсылық көрсетеді екен. Ал енді сырттан келген адамдар, олар ешқандай менің ата бабамның жері деп айта алмайды ғой. Сондықтан ата бабасының жері болған халықты қыру мынау Европа басқыншыларының негізгі мақсат екен. Сондықтан біздегі отаршылдық, мынау үндістерді қалай европалықтар жаулап алған болса, орыс отаршылдығы Қазақстанды солай қатыгездікпен жаулап алды. Ал Алтын Ордамен салыстыратын болсақ, Алтын Ордада ондай қырғын жойғын жоқ, болған жоқ, құлдық болған жоқ. Ал бізде керісінше, яғни отаршылдықтың екінші түрі бізде белең алыпты. Жақсы. Өте жақсы, рахмет. Алтын Орда мемлекетінің тарихта қандай орны бар? Не үшін 750 жылдығын атап өткізіп жатырмыз? Президентіміз бұл тарихи дата арқылы қандай мақсат қойып отыр деп ойлайсыз? Бұл 750 жылдық жаңағы мынау біз жаңа айттық қой, Алтын Орда мемлекеті қазақ хандарының іргетасын қалаған, қазақ хандары осы Алтын Ордадан келіп шығады. Сондықтан біз өзіміздің түпкі тарихымызды біледі екенбіз. Алтын Орданың тарихын білу арқылы біз өзіміздің түпкі тарихымызды білеміз. Яғни мынау 750 жыл бұрын біз әлемді билеген ұлт болған болсақ, кейін мынау 250 жыл бойы қазақтар отар болғандықтан олар рухы жасып, мынау саны кеміп, ұлттық жаңа құндылықтарынан айырылып, дүбіра мәңгүрттенген ұлт болдық. Сондықтан жаңағы мынау жаулап алушылар әсілі өзінің ата бабасының кім екендігін, олардың мықты болғандығын еш уақытта айтпайды екен. Мына Қасым Аманжолов деген біздің ұлттық жаңа кеңес одағының кезінде Ұлы Отан соғысына қатынасқан батыр ағамыз бар, ақын. Сол кісінің мынандай сөзі бар: ей тәкаппар дүние, мағанда бір қарашы, танимысың мен сені, мен қазақтың баласы дейді. Яғни бұл жерде Қасым Аманжолов нені айтып отыр? Ей тәкаппар дүние, сен менің жаңағы ата бабамды білетін едің ғой. Алтын Орда кезінде, одан кейінгі Абылай кезінде біз қандай ел едік. Ал қазір мені танымай тұрсың, мені жаңағы менсінбей тұрсың, тәкаппар дүние деп, жаңағы Қасым Аманжолов осындай тәңірге, мынау сол кездегі елді басқарып тұрған, мемлекетті басқарып тұрған сол кездегі көсемдерге осылай жаңағы сұрақ қойған. Енді Қасым Аманжолов сияқты біздің әрбір азаматымыз жаңағы ей тәкаппар дүние, ей жаңағы мемлекетті билеген чиновниктер, мен кіммін? Мен осы жердің, осы елдің есімін, осы мемлекеттің іргесін қалаған қазақ ұлтының жаңағы мүшесімін. Осы жердің қожасы да, иесі де менмін. Сондықтан мені сен тануың керек. Менімен жаңағы осы елді тарихы маған байланысты. Мен осы жердің қожасымын деп әрбір қазақ айтқан кезде ғана, сондай айталатын кезде ғана біздің мемлекетіміз жаңағы өркендейді, өседі. Ал енді қазір біз кімбіз? Қарайықшы. Мынау әлемдегі мемлекеттік тілді қаржы бөліп үйретіп жатқан осы біздің еліміз. Мемлекеттік тілге қаржы бөліп оқыта ма екен? Мемлекеттік тілді әрбір адам өзі оқу керек қой, мемлекетте өмір сүргеннен кейін. Бұл біздің жаңағы отаршылдықтың нағыз арсыздығының көрінісі. Біз жаңағы осыны талап етуіміз керек. Қазір интернетте жүр, мынау мемлекеттік тілді, қазақ тілі деген сөзден кейін жаңағы ұлтаралық тіл деген орыс тілін алып тастау керек деген мәселені көтеріп жүр. Бұл өте дұрыс. Мемлекеттік тіл не үшін мемлекеттік тіл? Ол жаңағы бүкіл ұлттың ортақ тілі болғаны үшін ғана мемлекеттік тіл болады. Ал енді
жоқтан жаңағы бар жасап, мына заңды бұзып жатқан осындай оқиғаларға біз тоқтал қоюымыз керек. Бұны қазір қазақ жастары көтеріп, қазақ зиялылары көтеріп, осы конституцияның осы бабын өзгерту мәселесін қазір күн тәртібіне қойып жатыр. Біз тарихшылар осыны